Саламатсыздар ма? Бұл сабақта біз small супермаркетінде сатылатын чемпион деген шайдың бағасын есептейтін боламыз. 500 граммдық шай 2278 теңге тұрады екен. 250 граммдық шай 990 теңге тұрады екен. Бізге 500 грамм шай керек. Шайды қалай сатып алғанымыз ыңғайлы деген сұрақ. Ұтымды деген сұрақты қояйық. Есептеп көрейік. Сонымен есептейік. Бізге 500 граммдық шайымыз 2278 теңге тұрады. 250 граммдық шайымыз 999 теңге тұрады. Енді бізге 500 граммдық шайды біз былай алайық. 2 шай 250 граммнан. Сонда бізде оның бағасы сәйкесінше 2-ге көбейтіледі. Бізде 1998 теңге шығады. Сонда біз 250 граммнан 2 шай алу арқылы қанша теңге үнемдедік? 2278 теңгеден шегеріп тастайық 1998 теңгені. Бізде шығады 280 теңге. Жақсы. Сау болыңыздар.